Қазақ халқы ықылым заманнан ел болып қалыптасу тарихында өзінің терең тарихымен, таза тілімен және де ұлттық салт дәстүрлерімен, дінімен бекемдікті ұстап ел болып қалыптасуын мағындаған. Салт дәстүрлер дінмен сабақтасып, әспеттеп келген кезде ұлттық ділді қалыптастырған. Құранда «Хузил афу ва амур бил урфи» деген аятта кешірімділікке шақыр, кешірімді бол, және де ғұрыппен әмір ет деген аятты негізге ала отырып, дінді салт дәстүрмен терең сабақтай білген. Осы арқылы ас қайыру, бата беру, бесікке бөлу, әлдилеу, шілдехана секілді, тұсаукесер секілді салт дәстүрлердің негізі дінмен сабақтасып кеткен. Қазақ халқы салт дәстүрінен айырылған ел, тамырынан айырылған ағаш секілді деп айтуы да сондықтан. Сондықтан біздер салт дәстүрлерімізді дінмен сабақтасып, тарихымызды терең біліп, тілімізге, ділімізге бекем болғанда ұлттық мәңгілік тарихымыз жалғаса беретіні кәдік екен.